Assalamu alaikum, бағыттағы каналдың көршілері. Бүгін 21 июнь 2023 жыл. Біз бүгін Ош шарындағы мөме жеміс, жер жеміс базарына келдік. Бүгін атайын түндесі келдік. Сіздер үшін диқандар сатқан реалды баларды тартып берелі деп. Андықтан бізбен бірге болыңыздар. Егер видео шыққан болса, класс болса кетіңіздер. Туғандар, біріншілі өзімнің гіләсімнен башласам, өзім диқаншылық овалау 3 сорттағы гіләс. Айтылыш бағасы 250 сом. Бұға шейін 220-230 сатылып атты. Бүгін әлі ұшында кетсеріп бұйырса. Моқұм деген сорт 30 сомнан сатылып тұр. 30 сом. Түнгі саат 2 oldu. Pazarda soda ақырынан жүріп баштады. Болгарский 40 сомнан берді. Қызыл болгарский 140 сом. Пасая 40 сомнан килограммы. Килограммы 40. Капуста 16 сом дейді штугы. 16. Моқұм 50. 75 сомнан ясар. Қайналы 50. Киласы 850. Шабдалы 30 сомнан сатылды. Памир 45 сомнан берді. 45. 65 сомнан берді атылман. 65. Алтын атылмандар 65 сом килограмм. Анделик 75 сом килограмм. 75. Баклажан 45 сомнан килограмм. Моқұм деген жапалы 20 сомнан 2 сорт. 1 сорт 40 сомнан сатылды. 25. 1 сорттың 40 сом сатылып тұр. Картошканың чоң 45 сом. Это тонық 45 сом. Бұнысы 44 сом. 1 сом айырма. Бұнысы өте сом өрген 45 сом. Ошомлы майдасы 32 сомнан. Средний майдады емес, средний. 32 сомнан бердат. Тартып жөнөтөбү, мынадан марканы алайын десең, 28 сомнан. Қарман сәуіз. Дүмбіл қау 800 дейді, 55 штук. 33 сомнан берді топтым бар. 33. Шамалы сай. Пияз 26 сомнан килограмм. 26. Өріктер 40 сомнан. 40 сом. Помидор 48 сомнан. 48. Лимон 250 сомнан. 250. Badırın 27 сомнан. 27. Өзбекстан 25. Қызыл болгарский 130 сом. 550 сомник var ya. 520 сом. 430. Кімге керек сіз? Шабдалы 40 сом дейді. 35 қылып береткен. 35.
23 сомнан килограмм жатат. Тараз килограмм. 20 сотка.